BMW E39 автокөлігіне тексеріп жатырмыз. Машина старты қылмайды дейді. Бұл электрика ма немесе электроника қатысы бар нәрсе ме екен, соны біліп көрсететін боламын. Мысал үшін, кейде BMW-ларды айдаған кезде таңертең келесіңіз, айдап келесіңіз, мысал үшін жаңағыдай отырып кілт ашатын кезде кілт ашылады, бар жағы әдемі, барлық жағы әдемі болады. Бірақ кілт ашқаннан кейін, бұрағаннан кейін қызбайды. Тағы қарайсыңыз, бұралмайды, ашпайды. Түсінбей қаласыңыз, тағы да ашып, зажигание ашасыңыз. Стартер қоймайды. Неге қоймайды? Сосын электрик іздеп бастайсыңыз негізінде, да? Сондай жағдай кездеседі. Барлығы бұл деген, бұның барлығы жаңа кілттен болады. Ана ішінде чип болады, сол чип істемей қалады машинде, машин қызбай қалады. Соны қазір сөндіретін боламыз. Көрсеткенімдей причинаның барлығы бізде мына иммобилайзерден болды. Реле істемей қалса, блоктың өзі блокқа түсіп қалады. Иммобилайзердің өзі блокқа түсіп қалады, антиугонға түсіп қалады. Өлі қалсаң да қызбайды да, жалпақ тілмен айтқанда. Осының штекерлерін бәрін айырып берген болатынбыз. Бұл осы көліктікі. Мұны мына жерге қоямыз. Енді көлікті қыздырып көреміз. Жаңағы ауру кетті ма, кетпеді ма, соны білеміз қазір. Ендеше кілтті салам. Машин қызды міне. Машин қызды. Қазір газға өтсін. Газға өтіп көреміз. Газға өтпейіне газ өтіп көреміз. Мотор жылы. Болды, проблема кетті. Жаңа блокты алып тастаған болатынбыз. Блоксыз машина қыза береді енді. Ешқандай проблема мазаламайды. Сөндіріп көреміз. Енді кілтін ашып өп көрейік. Кілті де істемейді деген міне. Ол енді істеп кетті. Все, кілтте жасалды.